Başla. Рас- Карлығаш Өмірбековна, сіз дайынсыз ба? Дайынмын. Жақсы. Аха. Қайырлы күн. Мен Матаева Карлыгаш Өмірбековна, Махатма Ганди атындағы нөмірі 92-ші мамандандырылған лицейдің математика пәнінің мұғалімімін. Сіздердің назарларыңызға кеңістіктегі геометриялық фигураларды үшті технологиялар арқылы модельдеу тақырыбындағы авторлық бағдарламамды ұсынамын. Бағдарлама мазмұнына аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат жүктеме берілген. Бағдарлама 10-шы сыныптың геометрия пәнінде қолданылуға ұсынылады. Келесі. Бағдарламаның өзектілігі. Қазіргі таңда цифрлық технологиялар мен STEM бағытындағы интеграциялық оқыту білім берудің негізгі тренді болып отыр. Кеңістіктік ойлау қабілеті оқушылар үшін күрделі дағдылардың бірі. Ал үшті модельдеу бұл мәселені визуалды және практикалық тұрғыда шешудің тиімді жолы болып табылады. Бағдарлама цифрлық Қазақстан идеясымен және жаңартылған білім мазмұнымен толық үндеседі. Келесі. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың кеңістіктік ойлау қабілетін дамыту, геометриялық фигураларды терең түсіндіру және оларды үшті технологиялар көмегімен модельдей алу дағдысын қалыптастыру. Келесі. Осы мақсатқа жету үшін бағдарламада геометриялық фигуралардың қасиеттерін меңгерту, сызба және модельдеу дағдыларын қалыптастыру, үшті құралдарды геометриялық есептер шығаруда қолдану, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамыту көзделді. Келесі. Бағдарламаның жаңалығы. Жақсы. Бағдарламаның жаңалығы. Бағдарламаның педагогикалық жаңалығы дәстүрлі геометриялық оқытуды заманауи үшті технологиялармен ұштастыруында. Психологиялық тұрғыда бұл тәсіл оқушылардың логикалық және шығармашылық ойлауын қатар дамытуға мүмкіндік береді. Практикалық жұмыстарда үшті модельдеу үшін Tinkercad платформасы қолданылды. Келесі. Бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде кеңістіктің бастапқы бейнесі қарастырылады. Екінші бөлімде үшті модельдеудің бастапқы дағдылары қалыптастырылады. Үшінші деңгей кеңістіктік пішіндер мен шамаларды қамтиды. Төртінші деңгейде күрделі кеңістіктік фигуралардың модельдері беріледі. Келесі. Нәтижесінде оқушылар кеңістіктегі геометриялық фигураларды меңгереді, үшті модельдеу құралдарын қолданады, кеңістіктік есептерді шеше білетін болады. Оқушылардың шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері дамиды. АКТ құралдарын тиімді қолданатын болады. Сонымен қатар авторлық бағдарламаның соңында оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік құралдар мен нұсқаулар берілген. Бұл бағдарламаны басқа мұғалімдердің тәжірибеде қолдануына мүмкіндік береді. Ұсынған авторлық бағдарламаны оқыту процесін жаңғыртуға бағытталған тиімді әдістемелік құрал деп есептеймін. Бағдарлама қорыта айтатын болсақ, тиімді оқу мақсаттарына сәйкес қолдануға ұсынылады. Назарларыңызға рахмет. Керемет, жақсы, рахмет. Қарлығаш Өмірбековна,